Алтыншы сұрақ. Қабырғасы 5 сантиметрге тең шаршыдан құралған фигураның ауданын табыңыз дейді. Яғни мына шаршының қабырғасы 5 сантиметр деп тұр. Шаршы дегеннен кейін бірден оның біз ауданын қалай табамыз деген сұраққа бірден жауап берейік. Оның арнайы формуласы бар. S тең А көбейтілген А. Немесе Аның квадраты десек болады. Ал енді бір шаршының ауданын тауып алайық. 5 сантиметр көбейту 5 сантиметр тең болады бізде 25 сантиметр квадрат болады. Енді осындай шаршыдан нешеу бар екен? Есептейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Яғни толық шаршыдан бізде 15 бар екен. Енді қараңыздар. Мына неде суретте жарты тік бұрышты үш бұрыштан екеу, міне бір-біріне қарама-қарсы тұрған. Екеуін бірге қосқан кезде бір шаршы шығады. Яғни міне мына бөлікті мен әкеліп мына жерге қоятын болсам, бұл кәдімгідей бір шаршы болады. Сондықтан былай істейік. Бөліктерді бірінші санап алайық. Сонымен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-ді біз 2-ге бөлсек, 4 толық шаршы шығады. Демек, мына 15-ке мен тағы да нені қосамын? 4-ті қосамын. Сонда 19 болады. Енді 25-ті 19-ға көбейтемін. Немесе 25 сантиметр квадрат дегеніміз ол бір шаршының ауданы, оны 19-ға көбейтеміз. Оңай жолы қандай? 25-ті 20-ға көбейту. 20-ға көбейту. Енді бұл тиімді тәсіл. Сонда бізде 500 шығады. Дұрыс па? Себебі 25-ті 2-ге көбейтсек 50, оған 0-ді тіркей саламыз. Енді осы 500-ден бір 25-ті азайта салсақ, 19-ға көбейткенмен тең болады. Сонда 475 сантиметр квадрат. Міне. Демек, С варианты. 7-ші есеп. Жақшаның ішінде бізде 5 тал 8 бар. Қосамыз. Келесі жақшада 7-ден 5 бар. Сосын жақшаның сыртында 15-тен 3 бар. Бірінші бізге мынаның мәнін тауып алу керек. Сол кезде біз үш бұрыш қаншаға тең соны білетін боламыз. Енді 8-ден 5 ол бізде 40-қа тең. 7-ден 5 ол 35-ке тең. 15-тен 3 45-ке тең. Енді осы 3-ін қосайық. Так, 80 120 болады. Енді 120-ны біз 15-ке бөлеміз. Неге? Себебі қараңыздаршы міне. 3 бұрыш көбейту 15 тең 120 болып тұр. Енді мына 3 бұрыш дегеніміз ол белгісі сан ғой, x қой, оны табу үшін 120-ны біз 15-ке бөлеміз. Нешеу болады? 8 болады, Ал 8 5-ін бізде 40, 4 ойда, 8 бірім 8, ойдағымен 12 азайтамыз 0. Сонда 8. Сонда 3 бұрыш бізде 8-ге тең екен. Ондай жауап бар ма? Бар. Д жауабы. Келесі 8-ші сұрақ. Сұрақ көрініп тұр ма? Асан тақтаға 1-ден 20-ға дейінгі сандарды жазып шықты. 1-мен 20-ны да жазды дейді. Бірінші кезекте 2-ге бөлінетін барлық сандарды, содан кейін 3-ге бөлінетін барлық сандарды өшіріп тастады. Енді қалған сандардың қосындысы нешеге тең дейді. Жазайық. Сонымен 1-ден 20-ға дейін жазып шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20. 1 мен 20 да кіреді деп тұр, иә? Бірінші енді 2-ге бөлінетін сандарды алып тастайық. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Содан кейін 3-ке бөлінетіндерді алып тастайық. Міне 3, 6, 9, 12, 15, 18. Сонда дейді, қалған сандардың қосындысын табу керек. Енді қалды бізде қандай? 1 қалды, 5 қалды, 11 қалды, 13 қалды, 17 қалды, 19 қалды. Ал 1 қосу 5, қосу 7, мына жерде 7-ні боямаптым. Қосамыз 11, қосамыз 13, қосамыз 17, қосамыз 19. Осы сандардың қосындысын табу керек. Енді қараймыз, мынау 20, мынау 20, мынау 22, мынау 11 болды. Сонда 62-ге 11-ді қоссақ 73 шықты. Ондай жауап бар ма? Ондай жауап бар, В жауабы. Келесі 9-шы сұрақ. Цифрларының қосындысы 4-ке тең болатын 3 таңбалы тақ сандардың ішіндегі ең үлкені және ең кішісінің айырмасы неге тең дейді. Цифр мен сандарға байланысты есеп. Біз мысалы тақырып бойынша үйретеміз ғой. Сол кезде бала мысалы есепті оқиды, және ол қандай есеп, оны шығару жолы қандай, соны талдай алса, нұр үстіне нұр болады. Бұл енді сан мен цифрға байланысты. Енді қараңыз. 3 таңбалы сан дейді. Сан мен цифрды ажырата білу өте маңызды. Цифр бізде математикада өзі 10 цифр бар. 0-ден бастап 9-ға дейін. Ал енді осы цифрлардан біз не жасаймыз? Сан жасаймыз, иә? Сан ол цифрлардан тұрады. Тағы да қалай түсіндірсем болады? Цифрлардың жазылым көрсеткіші ол сан деген сияқты. Кеттік ары қарай. Цифрлардың қосындысы 3-ке тең болатын, 4-ке тең болатын 3 таңбалы тақ сан дейді. Енді қараңыз. Егер мен тақ болу керек, демек ол 1-ге немесе 3-ке аяқталуы керек. 0 болмайды, 4 болмайды, себебі тақ деген. Бірінші ең үлкенін 301 деп аламыз. Сол кезде міне 3 қосу 0 қосу 1 тең 4-ке тең болды. Енді бұдан үлкені бар ма деген сұрақ. Мысалы 2, 1, 1 десек, әрине 211 301-ден үлкен емес. Сондықтан ең үлкені ретінде осы 301-ді аламыз. Келесі, ең кішісінің мәні дейді. Енді цифрларының қосындысы 4-ке тең болу керек және тақ ең кіші болу керек. Демек, ол 1-ден басталады. Ал 121 десем. 1 қосу 2 қосу 1 тең 4-ке тең. Бұдан басқа бар ма? Мысалы 103 десем. 103 де болады екен ғой. 103 де болады екен. 103. Басқа тағы да вариант бар ма? 130 десем, жоқ, болмайды. Сонда ең кішісі 103, ең үлкені 301. Енді осылардың айырмасы нешеге тең дейді. Так. 8, 9, 1. 198-ге тең. Ондай вариант бар ма? Бар. В варианты. Келесі, 10-шы сұрақ. Қайсар нысана ату жарысына қатысты. Ол қандай сан жазылған аймаққа тигізсе, сонша ұпай алады. Ол 3 рет атып, ұпайларды қосып шықты дейді.
Онда қайсардың ұпайларының қосындысы төмендегі жауаптардың қайсысына тең бола алмайды дейді. Енді қараңыз, мұқият қараймыз. Бірінші А варианты бізде 9 деп тұр, сосын 23, 20, 19 деп тұр. Бізде қандай ұпайлар бар? Мұқият қараймыз. Міне, ұпайлар міне мыналар. Толығымен. 1, 3, 5, 7, 9 және де мыналар қайталанады, е? Демек, осы сандардың қосындысынан және 3 санның қосындысынан 9 шыға ма, шықпай ма? Соны көруіміз керек. Мысалы, ол 5-ке тегізсе, 3-ке тегізсе, 1-ге тегізсе 9 шығады. 9 ұпай, яғни ол ала алады. Ал бізге сұрақта не деп тұр? Осы жауаптардың дейді, қайсына тең бола алмайды дейді. Басқа, мысалы, 3-тен 3 рет тегізсе, әрине 9 шығады. Демек, бұл вариант бізге керек емес. Келесі, 23. Мысалы, 7, 9, 16 болады. 16-ға бізде тағы да 7, я? Я, бұл вариантта болуы мүмкін екен. 9 десем 18, бұған 5-ті қосатын болсақ 23 шығып тұр. Демек, бұл да вариант мүмкін, бірақ мүмкін варианттар бізге керек емес. Ары қарай енді 20-ны көрейік. 3 рет қана ату керек, ұмытпайық. 9, 7, мысалы 16, бізде 4 жоқ. 20 шығу үшін. Басқа вариантты іздейік. 5, 7, 12, бізде 8 жоқ. Демек, бұл вариантта жоқ. Келесі, 3, 9, 12, бізде 8 деген вариант жоқ. Тағы да бір рет көрейік. 1, 7, 9 десек қанша? 17 шығып тұр. Демек, мына 20 шықпай тұр. Енді 19-ды көрейік. Егер болмай жатса, уже 20-шы вариантты қабылдай береміз. Ал 19 шығатын қандай варианттар бар? 9, 7, 16. 16-ға біз 3-ті қоссақ, 19 шықты. 7, 5, 12. Оған біз тағы 7-ні қоссақ, 19. Бұл вариантта шығады екен. Сонда 3 рет атқанда мына көрсетілген ұпайлардың кез келген жинап, бірақ 20 деген толық қосындысы шықпайды. Сондықтан біз осы С вариантын қабылдаймыз.